Бүгін Астана күні. Сарыарқаның төсінде тербеліп, еркелеп аққан есілдің жағасында орналасқан елорда мерекесі әрбір астаналық үшін ғана емес, барша қазақ елінің жүрегіне қуаныш ұялатып, ертеңге деген сенімін шыңдай түсетін мереке. Елордамыз мәдениеттің, білім мен ғылымның ошағы. Баршамыздың мақтанышымыз, көк туымызды желбіреткен тәуелсіздігіміздің ордасы. Тарих мен табиғаты дара, ғажап күйіміздің күмбірі, көңіліміздің жыр гүлі астанамыз күн сайын еңсесі биіктеп, өзімізді сүйсіндіріп, әлем жұртын көркімен тамсандыруда. Ал бүгінгі әсем қала Нұр-Сұлтан шаһары қалай қалыптасты? Тарихқа көз жүгіртсек. 1832 жылы Есіл өзенінің жағасы Қырөткел шатқалында Ақмола бекінісі салынды. 1863 жылы 16 шілдеде Ақмола қаласы аймақтық қала болып ресми түрде бекітілді. Қала 1961 жылға дейін Ақмола, 61 жылдан 1992 жылға дейін Целиноград, 92 жылдан 1998 жылға дейін Ақмола деп аталды. 1997 жылы 10 желтоқсанда президент жарлығымен Қазақстан Республикасының елордасы деп жарияланды. 1998 жылғы 10 шілдеде Қазақстанның жаңа елордасы Астананың халықаралық тұсауы кесілді. Сарыарқа төсінде орын тепкен алып шаһарда әлем елдерінің көшбасшылары бас қосып, пікір алмасады. Тарихи маңызы мол шешімдерді қабылдайды. Еуропа мен Азияны байланыстыратын тарихи орталық Астана қаласының атауы 2019 жылы 20 наурызда Қазақстанның жаңа президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың шешімімен елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың құрметіне Нұрсұлтан деп өзгертілді. Астанам, ару қалам, асқақ арман, қалың жұрт қазағыма қақпа болған, туыстап тұлпар мінген бабаларым, бермеген ел намысын жатқа қолдан, боз оғым, боз бет киілім баққа оранған, тарихтың қойнауынан тапқан ылжам, баянды бақытымның бастауындай, айналдың Астанаға аппақ арман деп ақындарымыз жырға қосқан елордамыз бүгінде барша қазақ елінің мақтанышы. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақстанның жүрегі, елордамыз Нұр-Сұлтан қаласы күннен күнге дамып гүлдене берсін.